Ал енді қараңыз, кредитке той жасау ақылдылық па, ақымақтық па? Есуастық ол. Ақымақтық емес, ол есуастық. Мынау қаншама көрермен той жасап жатқан қазақтардың жүрегіне қатты тиіп кеттім деп ойламайсыз ба? Бар деп айту керек қой. Баға Есуас деген енді итке қарап сен жылқы деп айтпайсың ғой. Ит деп айтасың, жылқыны, құсты деп айтасың ғой. Әр нәрсенің өзінің атымен айту керек қой. Не үшін тойға қарсысыз аға? Тойлауды мен ысырап деп қараймын. Үлкен кісілерге той деген үлкен азап. Тойға бара жатқан кезде бір концлагерьге бара жатқан сияқты болып барады, енді амалсыз барады. Дүркет той жасайды. Қазір қазақ әлемде ажырасудан бірінші орынға шықты дейді. Ас беріп жатқан кезде де бір жап-жас имамдар тұрып алады да 40 минут сөйлейді. Боксерлар, спортсмендер, соңғы шегірткелер. Шегірткеңізге көштіңіз ба аға? Жоқ, шындығы сол ғой, бәрі шегіртке ғой енді. Ғылым біліммен кім айналысады? Сіз кәдімгідей спортсмендер уже төбелесетін әтеш болып кетті аға. Жоқ, қара. Шегіртке бол, әтеш бол. Ең үлкен той меніңше құдалық. Екі әулет танысады, мен айтамын, осы тойдың төресі осы. Ал, ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Сыйлап, құрметтеп, бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, бүгінгі сұхбатымызға келгеніңізге өте үлкен алғыс айтамыз аға. Өзіңіз енді қазақтың біртуар азаматысыз ғой. Барлық нәрсеге тура қарайтын, іштегіні прям бетке прям айтатын сондай азаматсыз ғой. Сол біз енді мынау той жайлы кішігірім бір сұхбаттастық деп сізді аға шақырғанбыз. Қош келіп жатсыз. Фейсбукта көбінесе қоғамда болып жатқан саяси, әлеуметтік жағдайларды айтып талқылап отырады ғой. Содан бастап келе жатырмын. Сол кезден бастап мен тойға қарсы бір жүздеген пост жазған шығармын. Не үшін тойға қарсысыз аға? Той деген әсіресе 200-300 адам, одан да көп адам жинап тойлауды мен ысырап деп қараймын. Ең біріншісі, анда асылған тамақтың мөлшері соның бір 20%-30% ғана ішіп желінетін шығар, қалғанның бәрі сырап қалады, оңға қоқысқа тасталады, оған адамдар қарызданып, қауғаланып, ақша жинайды, болмаса бар ақшасын құртады. Мен соған түбегейлі қарсымын. Тойда бір мән, мағына болу керек та, кейін кейінгі тойлар бәрі бір-біріне барға, шындығында мен ұқсас тойға барғым келмейді, амалсыз барасың. Туысқанның, бір достардың көңілін қалдырмау үшін. Онан кейін той уақытында басталмайды. Мен алдын ала барып аламын. Мен кез келген жерге бір негізі уақытымен жүретін адам. Кез келген жерге бір 10-20 минут, бүгінде мысалы осы жерге бір 20-30 минут ойлағам, осы жерге бір кафе болса да отырып жұмыс істей тұрайын деп. Кешіккен деген сөз бұл ең үлкен мәдениетсіздік, біреудің өмірін, уақытын ұрлау. Соны тойға мен мысалы 6-та шақырса 6-та барып аламын. Білем, сағат 7-8-сіз басталмайтын, бірақ әбден қалыптасып қалған әдет, соң кейін арасында сенделіп жүресің. Соң ойлайсың, күн уақытында басталып қалама деп. Қазақ уақытқа бағынбайды дейтін сондай бір пікірлер бар ғой қоғамда. Бірақ қандай асқа біреудің жаназасына, 7-сіне, 40-ына, жылына жиналған кезде минутмен жиналады. Ауызашарға жиналады. Сондай оған минутмен жиналады да тойға келген кезде 1 сағат, 2 сағат, 2,5 сағат кейде мен жайға енді әр жерде әртүрлі ғой. Қазір аға, бірақ дегенмен Алматының өз қаланың ортасында жаңағы орталығында болатын тойларда основном негізі көбінесе ерте уақытымен жиналып жатады ғой. Дегенмен ұзын ағаш жақ, шет жақтар болатын болса, енді малын жайғап келем деген түк қатысы жоқ. Жалпы тойға қарсысыз ба, или бір ақшамды алып, бір шағымды алып, бір әдемілеп бір формасы болса деп ойлайсыз ба? Алуан тұлпар бар, әліне қарай шабады дейді. Аттыға еремдеп, жаяудың таңы айырылыпты дейді. Бұл бәсекеге айналып кетті да, енді қай заманда болсын. Бұрын мысалы мен тарихтан білсең, аса үлкен байлар 30 күн ойын, 40 күн тойын, малын шашып тұрып жасайды. Қалыпты адамдар, жай адамдар сөйтіп той жасаған жоқ шығар деп ойлаймын. Қазір зәулім сарайлар салып тастады ғой. Әсіресе Талғарға кетіп бара жатқан кезде Бесағаштың бойында, білмеймін, бір 40-50 бір-біріне астатын ресторандар бар шығар. Солардың бірде-біреуінің иесі меніңше қазақ емес. Не ұйғыр ағайындар, көбінесе түрік ағайындар.
солар енді біздің тойымызды пайдаланып жағдайларын жасап жағдай біздің жасап тойымызда жатыр деп ойлайсыз. жағдайын жасап жатыр. ол Енді жалпы мына қазір уақыт жоқ заман болып кетті ғой. Көп кісілер жаңағы кредит төлеу, жұмысқа бару, қаланың кептелісі, соның салдарынан театрға барып демалмайды, киноға көп бармайды. Бір демалатын тойдың мәдениеті ғана ғой, тойға ғана барады мысалы. Сол тойдың мәдениеті жалпы тойға барған кезде той қалай өту керек? Енді ол жайлы айтатын болсақ, менің шешем марқұм менің қолымда тұрды. Тойға баратын кезде қиналып, содан кейін отырған кезде тойдан жаның ашып кетеді да. Үлкен кісілерге той деген үлкен азап. Музыканы 70-тен асқан адамдарға тойға бара жатқан кезде бір концлагерге бара жатқан сияқты болып барады. Енді амалсыз барады. Байқұстар отырады, анда даңғырлаған музыка, ештеңке естіп, ештеңке көріп жатқан жоқ. Содан кейін жынданып билеп жатқан жастарды көріп, қазір мен де мысалы 65-тен астым. Сол барған кезде бүйтіп бір жын ойнаққа кіріп кеткен сияқты болып, амалсыз болып отырасың, ішің қыз қайнап. Онан кейін бара салысымен мен енді өз жақындарымның тойы, өз тойым болғанда міндетті түрде музыка қоятын адамдарға, асабаларға барып ескертіп жалынғандай боламын енді. Кейбіреулер біраз тыңдайды да қайтадан бәрі микрофонды аузына тақап алады. Айтып жатқан ештеңке естілмейді, даңғырлатып тұрып қояды. Содан кейін аналар музыканы қойған кезде міндетті түрде дүркіретіп қою керек. Айтамын, ақырын қойыңдаршы. Содан кейін жаңа айтып отырсыңдар ғой, тойға барып, той көтеріп, тойлап, көңілденіп қайтады деп. Ешкіммен сөйлесе алмайсың тойға барғанда. 4-5 сағат бола ма? 4-5 сағат үзіліс, даңғырлақ, жынды би. Онан кейін асабалардың тоқтамай сөйлейтін, жаттап алған әр тойдағы бір жаттан сөздер, соны тыңдап отыр. Қасындағы адаммен сөйлесейін десең, деп отырасың. Сол 3-4 сағат енді дастархан толы тамақ, бір 10%, 20% желінеді. Дұрыс, енді аға, өзіңіз үйленген кезде той жасадыңыз ба? Мен той жасағам. Той жасамадыңыз. Қай жылы үйлендіңіз аға? 84-те жасадым. Шағын бір 40-50 адам болған шығар, достарым. Достарыңызбен? Ол ауылда сол кезде сөйтіп жасалатын. Енді сол кезде палаткада жасай саламыз. Біз ЗАГСке бар. ЗАГСкеде мен жақында бір келін түсірдік та, сол жастарға айтып жатырмын. Сендердің мынандай салтанатты жерде жасап, бейіп жатсыңдар. Біз ауылдың сельсоветіне бардық та, қол қоя салдық. 40 жылдан астам тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Дүркірет той жасайды. Қазір қазақ әлемде ажырасудан бірінші орынға шықты дейді. Бүкіл әлемдегі ұлттардың арасында. Ал бұрын мен шешемнен бір сұрағанда айтады, көз естіп, құлақ көрмеген бір жерге барған қызы қайтып келіпті деген, ол үлкен маңдайға бір таңба айтады ғой, ат атандырма, сүйек сындырма, бізді жерге қаратпа деп, тастай бат, судайсың деп шығарып салады. Ал қазір дүркіретіп, қарыздан, қауғадан той жасайды, неше түрлі видеоға түседі, фотосессия жасайды. Содан кейін 3-4 айдан кейін, 1-2 жылдан кейін ажырасып жатады. Шығынға бататын әке шеше. Соның шешімі қандай деп ойлайсыз? Сондай болды ма? Шешімі бір-ақ нәрсе, ол ұлттық құндылықты қайтадан, қазақтың ұлттық құндылығын қайтадан алып келу. Бәрі айтады ғой, қазақтың даласында түрме болмаған, қазақтың даласында жетім жесірі болмаған, ажырасу болмаған. Бұның бәрі неден болды, және қазіргі ажырасып сату неден болып жатыр. Соның себебін қарау керек та. Әйтпесе сол ұлт, сол қазақ құндылық жоғалып кетті. Құндылық, біздің енді ата-бабамыз өзі жаңағы киіз үйінің жаңағы есігін бүйтіп жіппен байлай салып жаңағы 6 күндік сапарға шығып кететін сондай халықпыз ғой. Осы Совет одағының кезінде біздің бала кезіміздің өзінде сондай болды ғой. Қазір неше түрлі домофон бірдеңе құлтап, бір ауылды жаңағы бір қария билеген еліміз ғой негізі. Қазір келіндердің де өзінің, әрқайсының өзінің ойы бар, өзінің несі бар, жаңағы условиялары бар деген сияқты. Мысалы, мен үйленген кезде мынандай жерде той жасау керек деген сияқты, мен мынандай жерде мынандай көйлек киюім керек деген сияқты, мысалы, жас түсіп жатқан келіндердің де өзінің условиясы бар ғой, былай айтқан кезде қазір. Бұрын мысалы Европада не болып жатыр, Шығыста не болып жатыр, Жапония, Қытай не болды, сонанша біле бермейтінбіз. Қазір интернет ашық, бәрін көреміз. Сол кезде біз қай жаққа қарай бағыт алуымыз керек. Мысалы, кезінде Алаш ардақтылары қазақтың тілін, салтын, дәстүрін сақтап, Европаның ғылым мәдениетін меңгеріп,
Жапония сияқты мемлекет болуымыз керек деп Жапонияны үлгі қылып алды. Енді қазір Европадағы тойларды егер біз дамыған ел десек, біз ешқашан Ауғанстан сияқты болсақ, Йемен сияқты болсақ, Египет, Иран, Ирак сияқты болсақ деп, есі дұрыс бірде-бір қазақ армандамайтын шығар деп ойлаймын. Да, мысалы, болмаса Солтүстік Корея, Ресей сияқты болсақ, қандай болсақ, Франция, Италия, мысалы, Жапония, Ұлыбритания деп айтамыз. Енді сол жақтың мәдениеті, сол жақтың той жасау дәстүрі жалпы қандай екен десе, мысалы, үлкен байлардың өздері король немелер жасап атады, 30 адам, 50 адам, енді сондай шағын тойлар, мәдениет. Және де өзінің жақындарын ғана. Иә, сол құндылықты тойдың үстінде көресің. Жақында ғана мен Фейсбукқа амалсыз салдым. Қыз ұзату тойда асаба шығарып алады, қыз жігіт, әйелі мен күйеулерін. Бір 20 шақты пар шығарып алды ғой деймін. Бүгін қазір экранда сурет көрсетеді, соны қайталаңдар дейді. Аналар ананы бұрайық, мынаны қайталап, бір уақыттан кейін анау әйелдің арқасына мініп алған, күйеуінің арқасына мініп алған әйелді көрсетіп еді. Ана 20 шақты әйел бәрі күйеуінің арқасына секіріп мініп алды. Содан кейін енді құда деп тосқа шығарған кезде, ананы менің айтқаным ыңғайсыз. Ішімнен ойлап тұрмын, айтайын ба, айтпайын ба деп. Содан кейін бірақ айттым. Енді той жасап бастар, рахмет, асабан, бірақ айттым, осындай біз сияқты кішкене 60-тан асқан адамдар ескертпесе, бұл жерде міне кішкентай балалар жүр, немерелер жүр, үлкен әжелеріміз жүр. Мұнда 40-50-ге келген әйелдердің еркектің арқасына мініп алуы, бұл барып тұрған өрескелдік қой, осыны жасап жатқан асаба жасап жатыр. Және де мына адамдарды енді құдаларға үйтіп айту бір жағынан үлкен дөрекілік, бірақ шыққаннан кейін сол той жасап жатқан құдалар да маған отыр дастархан тұрғанда 3-4 келіп айтты, дұрыс жасадыңыз. Мен айттым, ренжіп қалған жоқсыздар ма? Айтқаныңыз дұрыс болды. Айтқан дұрыс болды. Осылай мен 4-5 тойда микрофонды алып аламын. Кейде бас бұзарлық болып бара жатса, барамда микрофонды алып аламын да тоқтатып айтып тастаймын. Тағы бір жиенім үлкен бір баласына бір той жасады, тұсаукесер ме сонда, мен қайын жұртым. Содан кейін енді аузына келген шатып, асаба деген бейпіл сөз, жастау бір 30-ларға келіп қалған, неше түрлі қыртады, шыдай алмай жүрдім де, бір уақыттан кейін бізді шығарып, тарелка береді да, мынаны екеуің бүйтіп құйырмай билейсіңдер дейді, бірақ түсірмейді. Микрофонды алып алдым. Содан кейін үлкен әжеге 80-нен асқан. Әже, шалыңыз бар ма? Осы жерде шал қарамайсыз ба деген сияқты әңгімелер айтты да. Содан кейін ана жерде ит терісін басына қаптады. Ит терісін басына қаптадым, одан кейін жұбайым айтады, қайын жұрты ғой да, жұбайым жоқ. Нең бар, біреудің тойын шырқын бұзып деп. Араласпай қоймайсың. Мен оған жаным шыдамайды. Ас беріп жатқан кезде де бір жап-жас имамдар тұрып алады да 40 минут сөйлейді. Жан-жақтан кісілер бар, ешкімге сөз бермейді, ойындағысын айтады, өтірікті қосып айтады. Онда да шақырып аламын да, микрофонды аламын да, тоқтатып тастаймын. Бірақ көбінесе мәдениет түрде. Енді кейде осы жаманатты боласың, соңмен бірақ сол асабалар кейде мені көреді да, естидің бе екен, мына қызыл көз кепті ғой. Жалпы негізі сол асабаларға бұлай микрофонмен айтпай, өзім бұлай жеке шақырып айтқан дұрыс емес пе? Өтпейді. Елдің алдында, және де о жерде ол асаба кінәлі емес. О жерде кінәлі соның сөзіне көніп, анан басына шығарып отырған үлкендер кінәлі. Бұрын біздің жас кезімізде, біз енді үлкендерді айтпай-ақ қояйық, бізден алғы буынды. Үлкендердің алдында андай дөрекі сөз айтып, андай жынданып деген, олар ала көзбен қарайды, үлкен кісілер, бол сол жетеді. Болмаса жекіп қалады. Мен бір рет осы үйленгеннен кейін мына Қарауыл жаққа тойға бардым. Сонда жастар бөлік жасады, бір ішіп алған бір екі жақтан үлкен ақсақал бүйткен таяғын алып анан маңдайдан үлкен кісі бір ағырда дәу жігіт маңдай қана бір ауыз сөз айтпайды. Айту деген ақылына да келмейді. Сондықтан үлкендер кінәлі. Анаған шыдап отыратын кез келген үлкен адам бір екі үшеу төртеу сөйтіп айтатын болса, екіншісі асабаның айтқанына көніп, әйел күйеуінің арқасына мініп жатқан, әйелінің арқасына мінгіріп жатқан халық та кінәлі. Мен о жерде айтатыным асабаға емес. Мен кісілерге тигізіп айтам да, мынау боқмұрын баланы десе, енді қазір бұтыңа отыр десе, осы жерге бұтыңа отырасың ба енді?
мына жерге отырып дәретке отыр десе дәретке отырасың ба, дұрыс емес пе? Енді мысалы той жасайтын кісі сол тамаданы таңдайды, оның ойынына қарайды. Тіпті бізге де келіп айтады ғой, мысалы, мынандай ойындар бар екен, интернеттен мынандай ойын. Мынаны ойнат деп айтады деп айтатындар болады да бізге. Біз айтамыз да, ол сіздің қонақтардың менталитетіне, аудиторияға сай емес ол ойын. Өйткені деген ол жерде біз енді Данияр екеуміз де асаба болғаннан кейін біз енді көбінесе жаңағы мәдениеттілік жағымен жаңағы ол тойда жаңағы өзіңіз айтқандай немересі бар, келіні бар, атасы бар, енесі бар деген сияқты. Сол үшін жаңағыны таяқтың екі ұшы бар ғой. Сол үшін жаңағындай барлығын ұштастырып өткізгенге нетеміз да. Ал жас тамадалар қазір микрофон ұстай алатынның барлығы тамада болып шығып кетіп жатыр ғой. Олар енді ютубтан қарайды да, басқа тамаданың істеп жатқан халыққа жақсы өтіп, бәрі күліп жатса, соны жақсы дүние екен деп шығаратындар да бар. Көрдіңіз ба, сондай мына сұранысқа қарай продукция дайындайды ғой барлығы, дұрыс па? Қазір тойдың сұранысы шоуға қарай кетті. Өзіңіз білесіз аға, шоу неше түрлісін жаңа бір-бірінен бірі асамыз деп, мысалы небір тамадалар бар ғой, қазір тамадалар деген сондай бір датабы хит болып кеткенін соншама кәдімгідей соның бос күніне тойын қойып, соны дайындап жататын да кісілер бар да, оны көріп жатырмыз. Дегенмен негізі жалпы асаба деген қалай болу керек деп ойлайсыз? Мен сол атышулы асабалардың біреуі, қара сақал деймі, бір атақтысы бар ғой, ең қымбат тұратын. Сабыржан. Соның Астанада көріп, оған да енді бірақ айтайын деп. Супер тамада дейді. Супер тамада дейді. Анау үйленіп жатқан жігіттің бойы кішкене аласала болды. Соның бойындағы бір қалжың қазіргі заманда прикол дей ма? Соны ұстап ананың жеке басына тиісті, оның кейін анаған тиісті. Әйтеу өйткені нақты мақсаты қалайды елді күлдіру. Елді бір күлдіру, елді сайқымазаққа айналдыру. Соңын ойлап қойып, ананы танымайды екен, бірінші рет көрдім. Ойбай, мынау бәленбай күйеу баламыздың дос екен, ең атақты, ең қымбат тұратын дейді. Айтам, несі қымбат, мынау мүлде дөрекі ғой деп. Енді шынайы асаба жаттанды сөзді емес. Шынайы, меніңше асаба деген, ол да кімнің қолында микрофон болса, ол 5 сағатқа, 6 сағатқа ол сол жерде президент. Жиналған 300, 400, 200 адамның өйткені бәрі барып микрофонға жармаса қоймайды. Мен сияқты немелері наглый дей ме, кішкенелер аздау. Мен енді халықтың алдында сөйлеп жүргеннен кейін, мен жалпы өзімнің принципім сондай шығар, білмеймін. Бірақ өйтпей жатқан адамдарды сирек көремін. Соң олар басынып алған. Соң кейін ол 6 сағат бойы сол жердегі неменесі. Оң кейін ол TikTokқа, Instagramға, әлеуметтік желіге шығады. Оң кейін ол елге үлгі болады, оның айтқан сөзі. Қоғамның арсызданып, қоғамның осылай бұзылып бара жатқанына асаба да кінәлі, соған еліктеп, әулекі болып жынданып отырған халық та кінәлі. Ал асаба қандай болу керек дегенде, асабаның ең біріншісі салт дәстүрден хабар өте мол болу керек. Соның кейін әрине той деген енді тек қана ол қаралы жиын емес, ол үлкен бір лекция емес, кішкене қалжың болғаннан кейін өте өткір әдепті қалжыңдай алу керек. Енді қазір анау тамада десе жаңағы көп нәрсеге көпке топырақ шашылып кетеді ғой. Жаңағы алдында мысалы әлеуметтік желіде қыз бен жігіт билеп жатып, іш киімін шешіп, жаңағы шығарған бір видеосы да тарады ғой, көрген шығарсыз әлеуметтік желіде. Әйтеуір жындан билеп жатқандар. Сол жерде мысалы комментарийін оқысаң, көп пікір тамадаларға негатив айтылған да. Мысалы енді оны жаңағы тамада барып, сен іш киіміңді шешесің, ортада билеп жатқан кезде деп айтпайды ғой. Мысалы, соған жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз қандай сондай тойларға? Енді ол барып тұрған есуастық қой, оң кейін жаңағы менің ойымда, мен өзім бір-екі сөйтіп жасадым да, 40-50-ден асқандарға бөлек, жастарға бөлек жасау керек. Тойды, 50-ден асқандарға, ойлаймын, оларға даңғаза, жынданып билеу, ананың бәрі ештеңені қажет жоқ. Олар тек қана тілек айтып, бір дәстүрлі ән болса, ән тыңдап, фонограммен емес. Қазір әдемі шығып жүр ғой, баян, гитара, домбырамен, трио болып шығып жүр. Солардың әнін тыңдап, өздерінің айтатын әндері, кешегі 80-ші Шәмшінің әндері, халық әндерін айтып,
дұрыстап тамақ ішіп пікір алмасып даңғырлақ аз болса, үлкен кісілерге бұл керемет демалатын болатын. Шынымен рухани демалып, адамдармен сөйлесіп, ойындағын айтып, бір әдемі сөздерді естіп қайтатын еді. Ал жастарға бөлек болсын, енді оларға өте қазіргі біздің қоғамның бет алысы, қарасаң, Фейсбукқа да мен алдың күні Фейсбукта бұрын көп посттар жазып, көп мақала айтып отыратынмын, өте көп. Бүкіл Қазақстан бойынша қазір мен 12-ші немеде тұр екем, рейтинг бойынша. Ең көп қаралатын 70 мыңдай тіркелуші, 59 мың ба тіркелуші бар, 5 мың досым бар. Фейсбук өте былай саяси немене ғой. Бірақ сол Фейсбуктың орнына кірген кезде бір әжетханаға, далада, жолдың бойында, кейде автобуста кетіп бара бір әжетханалар болушы еді, қазір бар ма? Бәленбай күн жиналмаған, ішіне кірген кезде тура мұрынды қысып тұрып, әлеуметтік желі сондай болып кетті. Бірде бір мысалы саяси тақырып, мысалы саясатсыз ел болмайды. Әлеуметтік тақырып, экономика жайлы, әлемдік философия жайлы, бір шығармашылық жайлы жазсаң ешкім оқымайды. Сонда талқыланатын нәрсе етек белден төмен. Онан кейін қоғамның азып бара жатқан неден білу болады. Қай қоғамда кімді үлгі тұтады, кімді жұлдыз қылады, кімге еліктейді. Мысалы батыс қоғамдарында мен көбінесе Ресейдің де орысша немесі қарап отырсаң, ютубта философиялық өте бір ғылыми қазіргі әлеумет мына жасанды интеллект жайлы сол қалай кетіп бара жатыр, заман қайда кетіп бара жатыр, сол жайлы видеолар өте көп көрілім жинағы қарайды да. Бізде ең көп көрілім жасайтыны Тұрсынбек Қабатов. Сонан кейін қай заманда білмеймін енді 4 баласымен, 3-4 баласымен әйелін тастап, біреудің 3-4 баласымен ажыратып алып алған еркек қоғамда үлгі болып еді. Қай заманда күйеуінің көзіне шөп салып, біреуді 4-5 баласымен ажыратып алған әйел қоғамда үлгі болып еді. Сонан қараймын, Ербол Мәндібек деген бір журналист бар, бұрын керемет көп қаралым болған бір немен екен өзі. Сол аттап айтады, баянға ескерткіш қою керек. Содан кейін баян бірдеңке кімге өткен жолы Меруерт Өтекешіге бір квартира сыйлады. Ананы көрдім, түнімен жылап шықтым, бұл не деген керемет. Астына 350 бәленбай мың адам комментарий жазады. Әгер көрген кезде құсқым келеді. Айтам, қай заманда отбасын шырқын бұзып, жетім балаларды қалдырып, біреудің байын тартып алған адамды ескерткіш қойып, соны анау аспанға қырып ұлықтау. Өз отбасына опа бермеген, сүйіп қосылған жарын тастап кеткен, көзін мөлдіретіп, өзінің өмірге келген балаларын тастап кеткен, бұрын оны қарап ет деп елден қуып жіберетін, қазір оны бұландай елге барады, концертіне. Енді бұлай қараған кезде адамдар жиналады. Жасаған жақсылығын айтып жатқан шығар, енді ол мақұл ғой. Баянда Тұрсын Алагөзовте де баянда да ешқандай шатағымыз жоқ аға. Біздің мәселеміз тойдың мәселесі аға да. Бірақ сіздің айтып жатқаныңызда жалпы қоғамның жаны бар. Дұрыс. Сол қоғамды тойда көресің. Содан кейін сол тойдағы қоғамдағы адамдардың сөзін, әрекетін көресің. Содан кейін қандай мен қажыдым, сен қажы, бойыңда қаш деп ана жаққа тойға барғың келмейді, көргің келмейді. Жалпы дұрыс әңгіме айтып отырсыз ғой. Енді мысалы үйде отбасымен, әке-шешеңмен, бала-шағаңмен отырып телевизорды да тамашалау ұят болып кетті ғой қазір. Мысалы рекламалар, жаңағы іш киімдер неше түрлі, жаңағы интимдік заттарды реклама жасап жатады мысалы. Соған мысалы түрлі неше түрлі болып жатады. И одан кейін кинолардың барлығында боқтық сөз. Подкасттың барлығы боқтық сөз. Солар миллиард ақша жинайды. Миллиард ақша жинайды. Мысалы, телевизорды, кинолардың барлығы, бағдарламалардың барлығы сондай болып кетті. Бұған кім кінәлі деп ойлайсыз? Бұған екі жақта кінәлі. Соны жасап, енді соны пайда көзіне айналдырған, Таптымау сенің деген немеге мен барғам жоқпын басында. Содан кейін маған оқырмандарым, аға мынандай болып жатыр екен, өз пікіріңізді айтыңызшы деп жазды 5-6 адам. Содан кейін бардым. Шыққаннан кейін түсірдімді айттым, мен шошқа қоруға кіріп, содан тамақ ішкендей әсерде болдым деп. Содан кейін әйел кім еді соны жасап жатқан? Дәу әйел. Сол күйеу екеуі отырып алып айтады, кім ол Нұрсила деген, кім ол бейшара сорлы,
біздің арқамызда атағын шығарайын деп жүрген сияқты. Анау шынымен көрген кезде анау арақ ішіп алып, қымызға арақ қосып жүрген адамды дәріптірелейді, соны миллиард адам қарайды. Ал енді бауырына салу деген сияқты кеше кімдер Әбіл деген фильмлар шықты да, әлемдік деңгейдегі фильмдерге мүлде адам қарамайды. Ол енді сол қоғамның санасы сол жерге шейін деңгейі жетіп тұр деп ойлайсыз ба? Қоғамның тобыры болып бара жатқан. Соған кетіп баратыр, иә? Тобыр болып азғындап. Бұған енді кім кінәлі аға? Мысалы кино саласы болсын, мысалы бағдарламалар болсын, телевидение саласы болсын. Қалай болған кезде мемлекетте идеология болу керек. Қоғамның азғындамауы, қоғамда неге дәріптеуі, мысалы мектептен бастап, оны әрине ауыздықтап ұстай алмайсың. Бірақ дәл осындай барақы дамыған елдер десек, біз дамыған ел болғымыз келсе, өмір жасы ұзақ, техникасы дамыған, технологиясы дамыған, экономикасы дамыған елді елестетеміз ғой, денсаулығы мықты, өмір жасы ұзақ, 70-80 жасқа дейін өмір сүреді. Оны айтатын болсақ, Дания, тағы да Великобритания, Жапония дейміз. Онда мынандай сайқымазақ жоқ. О жерде бір мемлекеттік, бір идеология, мемлекеттік бір бағдарламалар бар да. Сонан кейін, мысалы, сондай немелерді ауыздықтап, соларды масқаралап, бұл дұрыс емес деп. Сонан кейін бағыт бағдар берсе. Сонан кейін, мысалы, бізде өкінішке қарай, әлемде шахматтан, техникадан орын алып келгендер, математикадан орын алып келгендер дәріптелмейді. Боксерлар, спортсмендер, соңғы шегірткелер дәріптелетін. Шындығы сол да. Шегірткеңізге көштіңіз баға. Жоқ, шындығы сол ғой, бәрі шегіртке ғой енді. Жаңа шығып жатқандардың бәрі да. Не дауыс жоқ, не неме жоқ. Жылтыраған түрі ғана. Шегіртке деп жатсыз ғой аға. Бұл теманы қозғамай-ақ қояйық па деп ойлағанбыз негізі. Жарайды, қозғалды ғой. Шегіртке деп енді айттыңыз аға, сіз өзі мындай дұрыс емес нәрсеге төзбейтін адамсыз ғой. Оның бәрін білеміз, оны бағалаймыз аға. Шыны керек. Как она есть? Ақ-ақ, қараң қара деп айтатын азаматсыз. Шегіртке деп әншілерді бәрін айттыңыз ғой, енді жарайды. Сол әншілермен бір кездесіп қалған кездер болды ма аға? Бір жолығып алып сізге деген. Тойларда кездеседі ғой. Соң кейін бір құдаларым той жасаған кезде кейбіреулер беті қалың айтады, ана ағамыз отыр екен ғой, бізді шегіртке деп айтқан деп. Кейбіреулер ала көзімен қарап, кейбіреулер кетіп қалып сөйтіп жатады. Неге мен шегіртке деп айтқаным, мен оның тарихын білмейді. Мені бір күні бір Астарлы Ақиықта шақырады. Басқа бір хабар ғой деймін. Шақырады да, анда Ернар Айдар ма? Бір жас баланың суретін көрсетеді да. Мына кісін, осы мына жігіт жайлы өңсіз қандай дейді, бүйтіп қарадым да айттым. Танымайын дедім, кім ол? Соңғы залдағылар айтады, немен көлгірсіп отырсың, бұны танымау мүмкін емес. Бәрі таниды, сен неғып өтірік айтып отырсың дейді. Мен шынымен танымаймын, бұл мен танитындай кім ол? Бұл енді Әлихан Бөкейхан ба, Ахмет Байтұрсын ба, елдің президенті ма? Сондай бір расымен танымай отырмын. Ол бұл деген осындай немене. Соңген айттым, мен үшін әншіні танитын, мен Қайрат Байбосынов, Рамазан Стамғазы, Нұрлан Өнербай, мен араласам, Нұрлан Өнербай кіммен, Рамазандармен, Еркін Шүкмен, жоқ. Олардың анау ата-бабамыздан келе жатқан керемет есті әндерді айтады, оны жанды дауыспен айтады. Әнінде естісі бар, есері бар, естігеннің құлағы. Шегіртке деген әңгіме панограмма айтатын. Жоқ, панограмма соған шықты да. Оның кейін ол лотерея ойнатқан екен. Лотерея ойнатады да, бәленбай үй берем, бәленбай көлік берем дейді. Ернар Айдар ма? Сол, оның кейін олар лақтырады адамдарды. Шындығында өтірік ойнатпаған, зар жылапқан адамдар. Соң кейін мен неменеге шақырады, Айгүл Иманбаева мен кім? Дина Төлепберген? Жоқ, Айгүл Иманбаева мен кім коронавирус кезінде Бүркіт. Мені сотқа береміз, ол кім бізді деп айтатын деп шақырады. Әгіден кейін. Мен шегіртке деген, о жерде клип шыққан жоқ болатын. Мен жай ғана айтқаным тарап кетіпті. Сөйтіп, мен шегіртке деп айтам. Эстрада әншілерінің шындығын дауысы жоқ, құрған фонограмма жазуға. Соң кейін Айгүл екеуі маған шабуыл жасайды әгі жерде. Сен не күйтіп айтасың деп. Мен айттым, мемлекет кімді дәріптеу керек? Еңбек адамдарын. Өнер адам болғанда, мысалы, мен үшін үй салып жатқан құрылысшы Меруерт Өтекешевадан ешқандай жері кем емес. Сылақ салып жүрген әйел, еден жуып, біздің әжетхананы тазалап жүрген әйел адам Меруерт Өтекешевадан ешқандай жері кем емес.
3-4 баласын бағып, мысалы күйеуінен айырылып қалған адам, ол еңбек адамы. Ал беті жылтырап сахнаға шыққан, киноға түскен адамды бітті аспанға көтеріп, оған 1 үй берген екен, 2 үй берген екен ол апайымызға. Да Иманғали берген, тағы бір адам берген, қазір 3-ші үй беріп жатыр. Бір сиыр қора сияқты бір вагонда тұрып жатқан еңбек адамдар бар ғой. Еңбектен еңбектің айырмашылығы жоқ. Далада бақша егіп жатқан, сол азаған өнімін әкеп мал өсіріп жүрген адамның ешқандай айырмашылығы жоқ. Бізге неге бөледі? Тек қана сол көзге түсіп жүрген шегірткелерді ғана шығару керек. Сол жерде кімдер сөйтіп айтқанда айттым мен, еңбек адамдарын, ғалымдарды, мұғалімдерді, дәрігерлерді, соларды дәріптесе, Алаш Ардақтылар сөйтіп бар. Онда мемлекет дамитын еді. Ал шегірткелердің істейтіні миллион подписчик жинап алды, ақша деген көп, соның кейін лотерея ойнатады, одан кейін адамдарды лақтырады. Мен үшін олар шегіртке қазір өзі бет-пердесінің бәрі ашылып, сотталатын сотталып, сондай болып жатыр ғой. әлі де жетеді. Жалпы әншілердің гонорары шектен шығып кеткен деп айтқыңыз келіп тұр ғой, Олардың шындығында да енді режиссер Колчак кезінде айтқан. Кімге тиісуге болмайды, қай елді жаулап алсаң, көшірілерге, таксистерге, әншілерге, оның кейін жезөкшелерге дейді. Артистерге, жезөкшелерге тиісу керек, олар кез келген билікке қызмет жасай береді. Большевик келді ме, меньшевик келді ме, ақтар келді ме, қызылдар келді ме, кез келген билік жасай береді. Колчактың айтқанын Жириновскийді таңғылай қайталап айтып жүрді ғой өзі. Айтып жүрсе, сондықтан олардың рөлін бүйтіп өте жоғары көтеріп алған. Сонан кейін бұның ең қауіпі, менің алталасым бес бересім жоқ қой, олар мен жолым мүлде ешқандай қиылыспайды да. Сонан кейін ана балабақшадағы балаға, мектептегі енді бастап жатқан балаға кім болғың келеді десе, ол ана экранда кімді көреді, кім жақсы көлік мініп, шетелде демалып, жақсы үйде тұрып жатыр, соны көргеннен кейін мен әнші боламын дейді. Сонан кейін соған қарай тырмысады. Сонан кейін болмаса мен боксер болам, балуан болам. Өйткені олар өте бай тұрады екен, тұрмысы жақсы, бәрі жақсы тұрғысы келеді ғой. Сондықтан ана баланың бойындағы таланты, ойының бәрі сол шегіртке болу, болмаса біреудің жағын сындыратын, төбелесетін әтеш болу. Ал ғылым біліммен кім айналысады? Сіз кәдімгідей спортсмендер уже төбелесетін әтеш болып кетті аға. Жоқ, қара. Шегіртке болды, әтеш болды. Жоқ, қара, сен сіз айтып жатсыз да, жарайды ғой, жақсы, бірақ негізі деген жоқ, әтештің сен қара. Атын шығаратын, аға, қараңыз, елдің атын шығаратын осы спортпен жаңа әншілер ғана ғой, былай айтқанда. Енді әншілер, елдің ішіндегі әншілерді айтып жатқан жоқпын. Димаш сияқты бар, шетелде бар, бағындырып жатқандар бар ғой. Мысалы, оларға не дейсіз? Бос бөшке қатты даңғырлайды дейді. Су толған бөшке ақырын баяу жүреді да. Ешбір елде, дамыған елдерде сол ана олимпиададан ұтып келген спортсменге үй беріп, квартира беріп дәріптемейді. Ол өзінің жеке өмірі да. Екінші жағынан айтамын. Ана баланы тапты 9 ай толғады. Оны өсірді, жеткізді. Біреу ананың жағынан бір қойды да, миын чайқады. Да, ережесі жекпе-жекте төбелесті. Оның несі өнер ол? Бұл Римде кезінде хлеба зрелищ деді ғой. Байлар ерігіп отырады да, жақта 2 гладиатор шығарады. Соң кейін бірін төбелеседі. Төбелескеннен кейін айтады, анау жақсы төбелесіп қалса, қолын битеді, ананы өлтіріп тастайды. Соған қол шапалақтайды, құтырады. Құлдар. Енді соның бүгін мәдениетті көрінісі. Тура сол құл, сен Абай атамыз айтады ғой, сидам етпе, бер салма, еш адамнан нең кетеді жақсы өлең сөз айтқаннан деп. Өлеңін сайтып, өнерін сайтып, ақша тапқан, оны қатты сынаған адам еңбегімен табу керек. Соқтан ал атағын шығарған кезде, но жарайды атағың шықты. Сенің, мысалы, біз қазір сүтті шетелден әкелеміз, етті шетелден әкелеміз, көкөніс шетелден әкелеміз. Мынандай алып жері бар мемлекет, көлік шығармай-ақ қояқ, компьютер шығармай-ақ қояқ. Тіпті мынаның бәрі шетелдікі де. Тым болмаса, етіміз бен сүтімізді өзіміз өндіріп алуымыз керек қой. Менің әкем завоғанда айтатын, жылтылдайды көтенің, вечер сенің нетеңің деп. Қазаққа өстіп айтылатын нәрсе, жылтылдайды көтенің, әлем сенің нетеңің. Но шықтың, ана жаққа барып атағың шықты, мына жақтан атағың шықты. Содан қазақтың экономикасы толды ма, бюджеті толды ма, қорғанысы күшті болды ма? Бізде қазір қорғаныстың, мен КНБ-ның полковниктардың қаңтар оқиғасы кезіндегі оқыдым да немелерін, сұхбаттарын көрдім, төбе шашың түк тұрады. Сонда атылатын мылтық жоқ дейді.
сонда бірін бір атып тастаған КМБ-ның немелері ана әскерлері сонда бірін бірі танымай бірін бірі атып тастаған бірін бірі атып тастаған соны бір полковник шығып үлкен сұхбат болды соны айтады сонда ана алтай айтса қарулар атылмайды ал біз айтамыз ойбай әлемге танытты туды көтерді қарулар атылмайды болғанда автоматты айтып тұрсыз ба енді ол барып тұрған дарақылық қой енді да негізгі ана кедей адам өзінің ештеңке жоқ адам мақтаншақ болады елге көрінгісі келеді ал мысалы сен Цукербергті қара өте мысалы мен шетелде көп болдым мысалы итальянецтермен көп жыл 4-5 жыл жұмыс істедім кезінде жиһаз фабрикасында қытайлармен түріктермен өте әулеті үлкен әлеуеті өте бай өте үлкен кәсіпкерлер өте қарапайым киініп жүреді мен теннистің Ролан Гарросқа барған кезде ана Пежоның сонда маған алып барған жігіттер айтады мына Пежо дейді сол компанияның иесі миллиардер қарапайым бір машина келді 4-5 қатар жерде отыр ал біздің дарақыланып әлемге ойбай Қазақстан көріндік танылдық кімге не түсті содан елімізге не түсті бұл жерде кейбіреу айтады сонда пайданы ғана ойлау керек па сен көре алмайсың ба деп мысалы Елдос Сметов олимпиададан чемпион болғанда мен бірде-бір олимпиада көрмеппін бірде-бір футбол матчын көрмеймін бірде-бір төбелес ереже шекпес көрмеймін менің аз ғана уақытым бар жер бетіндегі соны анаған құртқым келмейді мен денсаулығыммен айналысам спортпен айналысам одан кейін отбасым бар бала шағам бар деген сияқты да содан кейін ортақ чатқа біреу жіберіпті ой міне жігіттер ура деп чемпион болды деп чемпион болды деп тарихи жеңіс анау деп содан кейін мен қарадым да бұл кім десем көп айтады қойшы сен шынымен танымайсың ба олимпиада олимпиада болып жатыр ма деп мен сол қарамаппын ғой енді өзіңіз спорттың адамымын дейсіз да спортпен мен телевизордан айналыспаймын іспен өзіңізбен мен 65 жастамын мен марафон жүгіремін шаңғы тебемін аптасына 2 рет ана Алатаудың шыңына шығамын таңғы асымды Шымбұлақтың басынан жаяу барып ішемін 8:40 мен спортпен телевизордан емес өмірде айналысамын өз денсаулығым үшін ал көбі айналысу керек деп қарны мынандай да шығып алады жалпы қазақта небір тойлар болды баяғыда Абылайдың асында шаппаған атың атаңның басында шаба ма деген мысалы Абылай кезінде сол мықты асынан қалған шығар деп ойлаймын да дегенмен байлар ол кездің бұрынғы ата бабамыздың байлары бір той берген кезде қараңыз бір той берген кезде мысалы мыңдаған қой сойып тастап мыңдаған пәлен ол жағдай жетіп тұрғаннан кейін жасап тұр ғой той деп сол кезде аты қалыптасып қалған сияқты да тамаққа той деген сөз ғой тамаққа той қоғамда қазіргі таңда ешкім аш емес қой енді аллаға шүкір бәрінің жем тамағы бар басқасы бар дегенмен солармен кішкене бір байлармен салысамыз деген сияқты тойлар жасалып жатады ғой жалпы аға сіздің ойыңызша балаңның үйлену тойы болса аға қанша адаммен шектелген дұрыс деп ойлайсыз қонақтың санымен бір цифрмен айтсақ той ары кеткенде 100 адам болу керек егер үйлену тойы болса ең жоғары болған 100 әйтпесе 60-70-80 адам енді қараңыз сіз де өсіп өнген үлкен әулетсіз ғой сіздің құдаларыңыз бар достарыңыз бар туған туыс бар балаларыңыздың достары бар енді сыймай қалып жатқанда үйде реніш болғанда бұл дауды қалай шешуге болады ол реніш қашан бітпейді дарақыланбау керек та мен бір мысал айтайын менің нағашым туған нағашым Қытайдан Қабдеш Мәділов ағалармен бірге оқыды бір кез жолдас болды да Мұратбек нағашым осында келді үлкен қызмет істеді жақсы оқып одан кейін тресте біз министр деп айтатын бұрын әйтеуір құрылыс тресінде үлкен қызмет істеді да одан кейін артынан зейнетке шықты ұлын үйлендірмекші болды Шымкент жақтан алайын деп жатыр екен сонда шешем айтады бәріміз жиналдық дейді одан кейін құдаларға не апарамыз ана жақта киіт неменеге қатты қарайды екен тойды қайда жасаймыз деп жиналып алып әңгімелесіп жатырмыз дейді ана мүкең нағашым дейді залда әңгімелесіп жатыр коридорда ары бері жүр дейді біздің әйелдердің әңгімесін естіп қояды дейді менің шешем үлкені соң айтты Мұратбек шақырыңдар деп шақырғаннан кейін айтты дейді Мұратбек мына бүйту керек мынадай балып апару керек тойдың жерде сенің атың бар абыройың бар дегенді айтты дейді ол кісі өстіп тұрды да маңғаз адам айналайындар деп айтты дейді мен белсебет мінбеген адаммын Мұратбектің осындай ақшасы жоқ екен десе қызын бермей-ақ қойсын айтты дейді мен соған бола қарызданып кредит алатын жағдайым жоқ деп айтты дейді міне жинағаным бар осыған жасайсыңдар жасамасыңдар жасамай-ақ қойыңдар
менің атақ абыройыма бастарыңды қатырмай ақ қойыңдар. Сол кісі өте қарапайым қылып жасады. Болды, одан кейін әңгіме дүкен бір апта, 2 аптадан кейін басылды. Соны бір адам бастау керек. Бастау керек та, онан кейін жаңағы дарақыланып, елдің немесіне ешқашан көңілінен шықпайсың. Дарақыланып жазсаң, ой, анау дарақы үйтті бүйтіп шашты дейді. Аз қылып жазсаң, аз қылып жасады дейді. Ортақ шағып жазсаң, ортақ шағып жасады дейді. Анау айтқандай болған жоқ. Сонда сіздің ойыңызша қазақтың тойы адамдарды кедей қылады дегенге келе ме? Иә. Өйткені шындығында бұл тойдағы неменен ғана ақша қайдастырады болып жатыр. Аренда, ана ғимарат салынып жатқан, оның ішінде завод, фабрика, киім өндіріп ештеңе істеп жатқан жоқ. Ана ғимарат бос тұр, аспанға ұшып жатыр қазақтың жинаған ақшасы. Содан кейін самолетпен, пойызбен жан-жақтан келеді. Ол да ақша біреу командировкаға іс-сапарға кетіп тұрған жоқ. Ақша аспанға ұшып жатыр. Әншілерге төленген ақша аспанға ұшып жатыр. Асапаға төленген ақша аспанға ұшып жатыр. Қазақстанның экономикасына жұмыс істеліп жатқан жоқ. Ана беретін киттер Қырғызстанға қарай кетіп жатыр. Тамақ Өзбекстанға мен Қытайға қарай кетіп жатыр. Жай ғана қазақтың ақшасын шашу. Қазақ босқа айтпайды ғой, өлім жоқтың артына шашады, бардың малын шашады деген. Той турасы. Алдында бір сұхбат естідім да мен. Бір асаба өзіміз сияқты бір кісімен сөйлескен екен. Тойым болады. Тойымыз 500 адамға деген екен да. Сонымен енді Алматыда 500 адамдық той өте аз өтеді ғой енді. Көп болса 300 адам, патолог 300 адам қазір жасайды. Сіздерде не себептен 500 адамға той жасап жатсыз десе, ана кісі айтыпты да ол кісіге. Жаңағы мен қонақтардың тізімін жазып, тойға шақырайын деп WhatsApp-та ашсам, әкемнің асына келіңіз, шешемнің 40-ына келіңіз, ағамның 7-лігіне келіңіз, жеңгемнің 40 күндігіне келіңіз деген өңкей сондай пригласительныйлар шақырған екен деп. Бұрын тойға түбегейлі қарсы болған кісі екен да ол кісі. Сонымен той деген нәрсе жақсы, жақсылық ол 500 адам жасап, сөйтіп ой өзгеріп той жасап жатыр екен. Енді сіздің де ойыңыз олай өзгеруі мүмкін емес? Мүмкін емес, өйткені бұл мен әбден өзім зерттеген, өз басымнан өткізген адамын. Мысалы, мен 60-қа толдым, мен 70-ке толып, 80-ге толып та, 100-ге толсам да мен дүркіретіп той жасамайым деген өзіме ұстанымды бекіндім. Балаларыңыз айтса да қарсы боласыз? Жоқ, балаларым айтса да қарсы болам. Шағын ғане. Негізгі адам кез келген нәрсені орнымен жұмсау керек та. Артық ақшаң болса, Қазақстанда проблема былай. Сондықтан ол тойға кететін сонша ақшаң бар болса, баласын емдете алмай жатыр, отаға жасай алмай жатыр, үйі жоқ, күйі жоқ, жетім жесір әйелдер бар, күйеуі тастап кеткен, бір қорада тұрып жатқан. Соларға көмектесу керек. Далаға шашудың немесі. Біздің мақсатымыз жаңағы тойдың жаңағы қазіргі, енді біз қанша сіз қарсы болғанмен, біз қарсы болғанмен ол той жасалады бәрі. Сол себептен енді біздің ойымыз жаңадан шыққан асабаларға лайфхактар айту, той жасайтын кісілерге лайфхактар айту. Қазақтың той мәдениетін бетін бер қаратып дұрыс насихатпен кейінгі жастарымыз ары қарай алып кететін жол салу дұрыс болса деп, дұрыс бағытқа түссе деген сияқты. Сіздің қанша қарсы болғаныңызбен сіздің анандай ойыңызды тыңдағымыз келеді да біз. Той жасайтын кісілер қалай той жасау керек, тамадан қалай шақыру керек, және тамадылар қандай болу керек? Тойға той етін жасайтын адамдар ішіп жеп қайтатын, оның кейін өзінің бір барлығын, байлығын көрсететін нәрсе деп емес, той бір тәрбиелеу, қоғамды тәрбиелеудің бір кілті деп қабылдау керек. Өйткені барлық туған туысқан бір жерге жиналады, сол жерде түрлі өнегелі сөздер айтылады, іс-әрекеттер көрсетеді. Соны көрген адамдардың санасына сіңеді. Мысалы, өткен жолы анда үйленіп жатқан қыз бен жігіт отыр, ана жақта 50 жастағы келіншек күйеуінің үстіне мініп алған. Ана тұрмысқа шығып жатқан келіншектің миына жазылып жатыр ғой. Бұл қалыпты жағдай екен, мініп алу керек деген. 20 жыл қапты ғой деген. Соңғы жынданып билеп жатқан нәрселердің бәрі бар ғой. Бұның бәрі ана адамның көрген кезде 80% адам ақпаратты көзімен алады. Көрген нәрсең миыңа қаласаң да, қаламасаң да жазыла береді. Ішкен тамағын қаласаң, қаламасаң асқазанға барады ғой. Көрген, естіген нәрсең миыңа барады да, жазылады да, ол адамның болмысына, ол адамға айналады. Сол немесіне айналады, өміріне айналады. Сондықтан тойға үлкен жауапкершілікпен келу керек та. Мысалы, мен кіші ұлымды үйлендірдім. Үлкен ұлымды, одан кейін үйлендіретін кезде шындығында мен ұлыма айттым.
той жасамай ақ қойсаңдар айтады, бюджетін жасайық, соған қанша кетеді. Соны алыңдар да қайырымдылыққа немет салыңдар деп. Ұлым келісті. Бірақ ол кезде шешем бар болатын, енді 90-ға екіп барған кісі, сол кісі көнбей қойды. Шешеме қарсы келе алмадым. Айтты, атағың бар, абыройың бар, құдаларың бар, ел не дейді, анау мынау деп, сен оны оқама, сенің таратқаныңды қысты, елдің тойына барды, жасамай қойды деген соң. Соң кейін жасасам жарайды деп жасайын дедім де. Содан кейін анау дәстүр көрсеттім, мен де біраз ақша шығардым. Мүсіреп театрының нелерін шақырып, анау біз енді найманбыз, сонан неменеден бастап атақты күйші бар ғой. Кетбұғаның рөлін ойнатқыздым. Содан кейін Күлтөгіндегі ескерткіштерді әкеліп Күлтөгіннің рөлін ойнатқызып, мынау біздің бабаларымыз, содан кейін Алаш ойнатқызып, өз ата-бабаларын ойнатып, бүгінгі күнге дейін нәрсені көрсеттім. Содан кейін шаңырақ құрып, нағашы жұрты, өз жұрты келіп, ана шаңырақты құрды. Беташарға мен бір ерекше Арқаның әні, Жетісудың әні, 5 мектеп бар ғой. 5 мектептің әрқайсысының неменесімен айтқыздым. Мақаммен. Сонда мысалы Арқаның әнімен бастады, Батыстың әнімен аяқтады, бірақ айтқан кезде көп білмейді ғой, қазақта осындай мектеп бар екенін, Батыстың, Арқаның. Соны дәстүрлі әншілер келіп, ана сөйтіп ашты. Содан кейін құрт қайнатқызып әкеп, ыстық құрт, енді мына біздің жақта қалған, мына керейлерде қалған құртты қайнатып, ыстық құрт, мына қазір құрт сықпа құрт қой, бұрын ежіге құрт дейді, қайнаған құрт. Соны қазан әкеліп дайындап қойған әрине. Содан кейін ыстық құрт ішкіздім бәріне. Ана неменемен. Бүкіл қазақтың салт дәстүрін көрсеттім. Одан кейін ана экраннан көрген кезде қазақтың әдет ғұрпы жайлы ұмытылып қалған немелеріне жұмбақтар жасырып, соны тапқан адамдарға сыйлық беріп. Өте орынды, аға айтқаныңыздың бәрі өте орынды. Оның барлығы еш нәрсе, мысалы қазақтың салты дәстүрінің бәрін, оның баяғыда мен ойлаймын, қазір мысалы құдалық болады. Құдалықтың ортасында қоржын ашатын әйелдердің өзін жасайтын дүниесі бар ғой, әйел бақты деген. Кішігірім сондай бір передачалар бар ғой өзін. Оның бәрін еріккеннен жасамайды деп ойлаймын да мен аға. Дұрыс қой, атадан балаға мирас болып келе жатқан сондай бір салт дәстүр да аға. Әр ұлттың өзінің салты бар. Мысалы өзбектердің өзінің салты бар. Мысалы сәлем жасайды олар да, жаңағы беташар ашады, олар да басқаша. Бірақ әр ұлттың өзінің, елдің өзінің, орыстардың да мысалы өзінің бір жасайтын нәрселері бар ғой. Түрлі бір жасап жатады ғой өздерінің дәстүрлері. Бір ұлдың жаңағы аяқ киім ұрлап кетеді, бірдеңе шеге қаққызады екен. Алдында мен бір досым үйленіп, орыс қызға үйленген ғой. Барсақ кәдімгі десе выкуп деген бар екен оларда, орыстарда мысалы да. Жаңағы енді отқа май құю деген бар ғой мысалы. Сол дәстүрге қалай қарайсыз? Өте дұрыс қараймын. Бостан босқа қазақтың бәленбай 1000 жылғы сақтап келе жатқан асыл нәрсе ғана сақталады. Нашар бір ағаш немене болса шіріп кетеді да, асыл нәрсе ол атадан балаға сақталады. Жаңағы мысалы сәлем салу, кейін кезде мына Діңкеш бауырларымыз оның бәрін шірік деп шығарып алды ғой да. Домбыраны да шірік қылды, сәлем салуды да шірік қылды, бәрін бет ашуды да, тұсау кесердің бәрін арабқа апарып бәрін теліп тастады да. Қазақтың мына алып даласын сақтап келген, қазақтың даласында ажырасу болмауы, жетім болмауы, жесір болмауы үлкен салт дәстүр. Және сол дәстүр тойда түгел шынайы көрінуге тиіс. Сондықтан мен армандайтын бұрын той жасаған кезде бірінен бір асайында кім анандай бүкіл ана неменені көрсет алса, той иесі, мысалы мен сөйді көрсетпеуге тырыстым ғой мысалы да. Сол сияқты әрқайсысы айтса, мен ата-бабаммен қазақи қылып өткізсем, таза қазақи салт дәстүрге. Бір кездері біз орыс болып кетке, орысша сөйлеу бір керемет мәдениеттің үлгісі, орысша ешқандай акцентсіз сөйлесең сен бір мақтысың, жұмысқа тұрасың, білімді деген, сауатты деген пікір қалыптасты ғой. Содан кейін Европаға еліктей бастады қазір да, жынданып. Қазір түп тамырымызға қарай үңілу, ол бір ананды қалып қалған емес, қазақтың сол жауһарларын қайтадан бәленбай ғасыр келе жатқан соны тірілту, жаңғырту, келінге отқа май құю, келінге оның егер де зерттесеңдер, бағана айттым ғой, сәукеле кигізудің кез келгеннің ар жағында үлкен мән, үлкен немене жатыр, мағына жатыр. Мысалы, біз енді кішкене болсын өткен заманның адамы, менің әйелім менен бір жас үлкен ағамның атын өмір айтып көрген жоқ. Міне 42 жыл келін болды. Аға дейді, мен ағаларым бар, мысалы Павлодардағы аға, Үржардағы аға деп айтады да, аға келе жатыр, аға телефон соқты деп айтады.
сол сияқты ат тергеуге де келінге келген кезде ат тергетіп, ат қойғызып, қайнатады, соларды насихаттау керек. Бұл бәрі бостан босқа емес қой. Өйткені ана шаңырақтың шайқалмауы, үйленіп жатқан әшейін тарқырап той жасап ақшаны далаға шашып кету емес. Бұның мәні ана келінім саған айтам, қызым сен тыңда, ана құлағына құю, ана баланың құлағына құю. Бұл тәрбиенің бір бөлігі жаңа тойда. Ана кез келген тұсаукесер тойы болсын, кіндік ат қою, кез келген тойында үлкен дәстүрлер жасалады. Ол үзілмейді. Өйткені оның мағынасы ана балаға сіңеді. Ол әшейін еріккеннен жасай салған бір дәстүр емес. Бет ашу да еріккеннен жасай салған дәстүр емес. Ана сәлем салу, келіннің иіліп сәлем салу, ол еріккеннен жасай салған. Мысалы қазір анандай шығып кеткен ғой, бет ашуда әншілер домбырасыз бет ашып атады, пианиномен бет ашып атады, жаңағы клавишпен. Әр жерде бізде Шымкент жақта Ямахамен ашып жатыр, баянмен ашып жатыр. Мысалы, оған сіз қалай қарайсыз? Енді заманда қарай ең бастысы бет ашардағы айтылатын сөз ең бастысы. Соның кейін анау бутафория емес, ана келін шынайы иіліп шынайы сәлем берсе, соның кейін ол келіннің түсінігі болса, анаға жеткізсе, ол нағып иіліп сәлем беріп жатыр. Енді сәлем беру, мен алдыңғы жылы батыста бір балдызымның үйінде болдым да, Ақтөбеде бір 5 күндей бір шаруам барып жатып қалдым. Керемет ана жерге қонақта болдық. 60 жасқа толды, бажам. Соның кейін ана бауырлардың үйлеріне қонаққа болды. Ана жерден керемет әсермен оралдым. Тура түгел видеоға түсіріп, ана барған кезде балалардың қолға су құюы, табақты алған кезде бәрін иіліп сәлем беруі, келіндердің ана жаулықпен жүруі, шай беруі, енесіне, ата-анасына деген құрметінің бәрі тұнып тұрған қазақтың бұрынғы салты дәстүрі. Соңын айттым, сақталған айттым. Шіркін-ай, келін алса Ақтөбеден алу керек екен, ауылдардан алу керек екен деп қайттым мен. Жалпы тойға мүлдем тыйым салынса, қазақ қоғамы өзгере ме аға? Тыйым салу мүмкін емес қой, ол авторитарлық бір Ауғанстан, Солтүстік Корея сияқты мемлекетте ғана тыйым салатын адамға малға тыйым салады. Адам саналы түрде өзі нету керек та. Соның кейін осыны көріп отырған көрермендер болатын болса, мен айтатын едім. Траш деген жаман нәрсе бар. Траштану. Әркім көрпесіне қарай көсілу керек. Аттыға еремдеп, жаяудың таң айырылыпты дейді. Бұрын кезде той жасса, Қыз Жібектің жаңа фильмін айтып отырсыңдар, ол асқан байлар жасайды. Маңды айдаған. Соның кейін сол есте қалады да, ол халыққа тарайды. Қарапайым адамдар, мені шешем соны көрген ғой, 90-ға келіп қайтты, осы жақта тұрды, Қытайда тұрды, айтады, қайдағы дейді. Сендер кинодан көріп аласыңдар да, қазақтың тұрмысы былай болған, 30 күн ойын, қайдағы ондай дейді, қайдағы 2 сиыры бар, 10 қойы бар адам қайтып сөйтіп дүркіреп той жасайды ол. Оның есі де болмаған, маңдайдаған. Енді жарайды, ондай миллионер болса жасасын, оған мен неге тыраштануым керек. Ал енді қараңыз, кредитке той жасау ақылдылық па, ақымақтық? Есуастық ол. Ақымақтық емес, ол есуастық. Қарыз алып той жасау, кредитке той жасау екен, есуастық. Мынау қаншама көрермен той жасап жатқан қазақтардың жүрегіне қатты тиіп кеттім деп ойламайсыз ба? Енді барым бар деп айту керек қой. Бағағы Есуас деген енді итке қарап сен жылқы деп айтпайсың ғой. Ит деп айтасың, жылқыны құсты деп айтасың ғой. Әр нәрсенің өзінің атымен айту керек қой. Бұл есуастық. Негізгі ер азаматтарға, мысалы мен өзім үйленген кезде, мен өзім апамның қолында өстім. Әкем 8 жасымда жетелеп апарды, ағасы Қытайда қайтыс болды да, жеңгесіне берді. Сол апам мен 12 жасымда қайтыс болды. Соңғы қалаға кетіп қалдым. Енді жалғыз ағам болды, ол малда жұмыс істеді, жағдайын білемін. Сонда мен үйленетін кезде өзім ақша жинап, о кезде өткізетін тойдың бәрін жинадым да, толық өзім жасадым. Сақина бәрін. Сондықтан ер азаматтарға айтамын, ақша тауып алмайынша үйленбе. Жеткілікті ақша тауып алмайынша үйленбе. Сен егер жеткілікті ақшаң малың болған кезде үйдің қожайыны боласың. Егер ақша таба алмасаң, одан да бойдақ өтеді. Сен подкаблучник боласың. Ақшаң болса, қалтаңда, талтаңда. Отағасы отбасын асырай алу керек. Және де мен қазір жастарға, маңайымда жүрген жастарға, менімен бірге жастар жұмыс істеп жатыр, мен компаниямда. Соларға мен құлағына құям. Тойға әке-шешең салма.
Бұрынғыдай 22-25 жаста 18-20-да үйленбеді ғой, қазір 26-27 айтамын. 26-27 30-ға келіп қалған жігіт 26-та ақшаны толық өзің. Менің Еркебұлан деген шәкірт, осы менде жұмыс істеп жүрген азамат, Шымкенттің жігіті. Менде жүріп айына 2-3 миллион теңге дейін тапты, 3 миллионға дейін тапты, сату бөлімі істейді. Сол 3 ай ма 4 ай ақшасын жинады, айтты, аға, сіздің айтқаныңызды істедім, әке-шешеме бір тиын салмақ салғам жоқ, қонақ болып келді. Тойымды өзім өткіздім. Енді үйге ақша жинап жатыр. Сондықтан ер азаматтарға айтатыным, тойды өзің жасауың керек, шаман қалтаңға кредит алып жасама. Егер саған қыз айтса, бәленбай артист шақыр, бәленбай жерде той жасамайсың, жаса деген талап қойса, ол қыздан қаш. Ол қыздан қаш, ол саған емес, сенің ақшаңа тиіп жатыр. Ол қыз жігіттің өзіне тию керек. Мына христиандар айтады, беде в радости дейді. Сен өмір бойы қалтаңда ақшаң болмайды. Егер сен оның байлығыңа тисе, сен бір күн ақшаң жоқ болмай, жұмысың жүрмеген кезде ол сені тастап кетеді. Сондықтан ол сені жоқ кезде де сыйлау керек, бар кезде де сыйлау керек. Енді қазір анау баяғыда мысалы карантин болғанға дейін баяғыда гулянка деген бар еді ғой. Сол мысалы сол карантинге дейінгі тойларда өзіміз барып бүйтіп қарап отырасың. Жастар мысалы тойға келеді да, біз гулянканы көтердік дейді да, той иесін қарыз қылып кететін ресторанға. Орындарын ақша апармайды, гулянканы жауып кетеді. Бәленбай жаңағы 200-300 мыңдап жаңағы машине жалдайды. Сол ақшаны жастар көтереді. Қазір енді карантиннен кейін гулянка кетті ғой. Кетті ол, қалып қалды да. Қазір енді бәрі келеді де орындарына береді. Қазір бұрынғыдай ресторанға қарыз болып қалдық дегенді естімейтін едік. Енді қазір ресторан продукттың бағасы қымбаттаған сайын ресторандарда бағасын өсіріп жатыр да. Тойлар уже азайып жатыр кәдімгідей. Карантинда мен қатты қуанып едім. Енді той осымен тоқтайтын шығар деп. Осымен той бір 50 адамдықпен 60 адамдықпен шектелетін шығар. Өйткені карантин кезінде көбінесе біз қарыз болып қаламыз ғой. Анау шақырды, мынау шақырды, енді мен қалай шақырмаймын деген сияқты қарыз болып қалады. Мына жерде ешкімге қарыз емес, осыдан кейін бір қазақ есін жиятын шығар деп едік. Есін жиған жоқ, қайтадан сол дарақылығына түсті. Жалпы сіз ойламайсыз ба анандай, мысалы 50-60 адамдық тойға ауысып кететін болса, ол кезде керісінше тойдың несі көбейіп кетпей ма саны? Немене көбейеді? Енді күнде той жасай бермейсің ғой. Балаңды бір рет үйлендіресің. Ең үлкен той сол да. Қалғаны енді 60-қа толдым, 70-ке толдым деп той жасау үшін сен Бауыржан Момышұлы сияқты бір елге еңбегі сіңген құрмет, бәленбай адам, Мұхтар Шаханов кеше марқұм ағамыз сияқты болса, оған жарасады. Кейін зейнетке шықтым деп той жасады, өткен жолы досым. Мен айттым, списанияға кеттім деп адам той жасаушы ма еді? Енді сен, мынау қажеті жоқ, қоғамға деп списанияға жіберген ғой. Ана лақтыра салу күресінге. День рождения грустный праздник дейді ғой. Жоқ, ана күресінге тсайды ғой, мынау тозып кетіпті, мына тақтай енді, мына орындық тозды, қоқысқа тсайса. Списанияға кеттім дейді, айтады, мен списанияға кеттім, қоғам жиналыңдар. Ең үлкен той меніңше құдалық. Мен құдалықты екі әулет танысатын мен айтамын, осы тойдың төресі осы. Ана құдалыққа келген асабалар өте жақсы болса, мен көбінесе өзім басқарып, өзім қасында жүрем. Ана арасында кірісіп, ана микрофонды алып сөйлеп, ең үлкен той құдалық. Өйткені екі әулет әсіресе танымайтын болса, бір-бірімен сол жерде өте жақсы танысу керек. Келген кімнің кім екенін. Құдасын құдайындай сыйлаған. Екі құдалар жақсы болса, бірін-бірі таныса, әрқайсы сөзін айтса, тойдың төресі үлкен той, сол құдалық той. Ана жақта сонан кейін тос сөйлеуді мен негізгі кез келген әулетте, кез келген қоғамда оқығаны, тоқығаны, айтатыны бар, жинағаны бар, бір адам сөйлейді. Ол қазақта емес, кез келген немеді. Сонан кейін соның аты қалады, мысалы қазақтың немесінде. Соның сөзін тыңдайды адамдар, ой түйіп қайтады. Аманда шығып алады да, енді мен не айтам, шаңырақ биік көшеге, ана керегесі кең болсын, бәрінің айтатын бір жауыр сөзді айтады, ана жақта бүйтіп өтіп бар жаққан уақытыңа шың қашып отырады да. Құдалар келген кезде арқан тарту деген дәстүр бар ғой енді. Енді сіздің ойыңызша арқанды қыз берген жаққа тартқан дұрыс па, ол қыз алып жатқан жаққа тартқан дұрыс па? Енді негізгі менің түсінігімде қыз алып құда түсіп келе жатқан ол ер азамат жақтар тартуға тиіс.
қазір енді жақында біз бардық, оны көршілердің бәрін ақшаға айналдырып алған ғой. Келеді да қыз беріп келе жатсаң да арқан тартады, айтады жолын бер дейді, одан кейін беруге мәжбүрсің. Содан кейін оның неғып тартып жатыр, бұның мәнісі неде деген оны ешкім түсіндірмеген, ешкім айтпағаннан кейін салт дәстүрдің мән мәсірі кетіп қалған, немесі ғана қалған. Тұсау кесуші аға. Кішкентай 1 жасқа толған баланың енді әрине біреудің ала жібін аттама, түнмен күн деп әртүрлі қылып түсіндіреді. Тоқшекпен, көкшөппен де бірінен кейін бірінде кеседі, көгеріп көкте, бұның бәрі ниет, дәстүр. Соның кейін ең үлкен нәрсе ананың алдына немене қояды. Түрлі нәрселер қояды да. Домбыра қояды, кітап қояды, тағы бірнеке көліктің немесін қояды. Сонда адамдың өмірдегі бұл бір көрініс қой. Ал адам өмірде нені таңдайды? Сен қандай қызмет таңдайсың, байлық таңдайсың ба, өнер таңдайсың ба, жолың қандай болады деген, сені өмірде нені таңдайсың, ол сенің өміріңді көрсетеді. Бұл соның бір белгісі. Баланың жолы қандай болады екен, нені таңдайды екен деп. Оны ырымдайды. Ырымданып қана қоймайды, бұл адамдарға айтатын нәрсесі. Сен өз тағдырыңды өзің таңдап аласың. Жаңағы біреудің ала жібін аттамасын деген ырым емес ол. Ала жіппен кескені ол ақ пен ала емес, ақ пен қара. Өмірдің ағы мен қарасы болады ғой. Ағына тасынбай, қарасына мойымайтын сондай азамат болсын деп кеседі екен. Молодец. Сонда мәнін түсіндіру керек. Рахмет, бүгінгі уақыт бөліп, уақыт тауып келгеніңізге мың рахмет. Деніңіз сау, жаныңыз аман болсын. Енді түйін сөз айтатын той деген әшейін ғана ойнап, күліп, ас ішіп, аяқ босататын нәрсе емес. Ол қазақтың ғасырлардан келе жатқан салты дәстүрі. Сол салт дәстүрін іс жүзінде көрсету. Оны айтуға болады, кітаппен оқуға болады, болмаса ананы көрсетуге болады, көрсетіп тәрбиелеу. Бұл былай жасалады деп. Тойды осылай ұқса, асабалар осы тұрғыдан кесе, сол дәстүрдің терең зерттеп мән мағынасын соны халыққа әдемі қылып көрсете алса, ол ондай той керемет той болады. Тойға қарсы Ахмет ағамыздың ойын өзгерткен сияқтымыз тойға. Ағам ертең бір ресторанды алып алып 500 адамға той жасап, аудиториясын бәрі шақырып алып. Дәстүр түсіндіріңіздерге деп. Дұрыс, Ахмет аға, дұрыс. Енді қазақ қой, салты дәстүрімен қазақ қой. Енді біздің енді Айдар екеуміздің бір кішігірім дайындаған сізге сыйлығымыз бар. Біздің Дамир деген досымыз бар аға. Оның бір керемет шах деген керемет салон бар аға. Бүкіл жаңағы елдің алдында жүрген атқа мінер ағаларымызда, тақта жүрген ағаларымызда, жаңа сіз айтқан шегірткелерде, әншілердің барлығы осы жігітке барып шашын алдырып, бетіне маскасын жасап, жаңағы күтім жасайды. Осы мынау Дамир деген досымыздың стиліңізді қойып, әдемілеп, жаңағы шашыңа сән өзіңе мән бер деген өзінің ұраны бар. Сондай қалада 2 точкасы бар. Арнайы осы жерге хабарласып барсаңыз, сізге шашыңызға, бетіңізге бет күтімі бәрін тегін арнайы. Ол жастан кетті, бет күтім жасайды. Қалай бар солай. Жоқ, бұл енді шашыңызды жоқ, шашты алып берген жағын тазалап, әдемілеп. Дұрыс, өзің қатты сыйлайтын азаматтардың сондай салоны ғой. Жақсы, рахмет.